медицинасындағы ең басты оқиғаларды еске түсіріп алайық, қандай басты оқиғалар болды? Ең бірінші. Қолыңызды көтеріңіз. Інжу. Көксеректің. Тұрып жауап береміз. Көксеректің адамдар ортасына келеді. Көксерек адамдар ортасына келеді, жақсы. Әрі қарай қандай басты негізгі оқиғалар? Ол кезде ауылда иттер тиісуі және де ол кезде оның қысқа ғана көксеректің ер жетуі, иә? Бағалау парағын ұмытпаймыз, осыған әр жауап берген балаға баға қойып отырамыз, жақсы ма? Топта. Келесі оқиға тағы да. Көксерек ер жетіп келе жатыр, ал. Қасқыр болды. Әрі қарай қандай оқиға орын алды? Ол қашып кетеді, түзге, жақсы. Келесі тағы қандай оқиға орын алады? Оқиға. Жібек. Ол өзінің жұбын табады, дұрыс айтады. Ақ қасқырмен серіктеседі, иә, ең алғаш қалаға кісіге кеткенде. Келесі. Так, жаңа сен. Ол серіктесінен айырылып қалады, жақсы. Одан кейін қандай оқиға болды? Серіктесінен ол өзі жорында, яғни басқа ауылдардан мал ұрлауға шығады. Негізгі оқиға, жақсы, айдар. Адамдарына киіп алады. Тағы да. Үйге қосылады, жақсы. Онымен төбелесі одан жеңіп басшы болады. Яғни үйірдің басшысы болады, иә, көксерек. Ол үйірдің басшысы көкшолақты өлтіреді дағы, барлығы жабылып, үйірдің басшысы болады. Жақсы, келесі. Және ең соңғы басты оқиғамыз ол біздің қолыңызды көтеріп, кәне. Көксерекке құрмашты өлтіруі, яғни шығармамыздың ең соңғы оқиғасы ол мамырыз бәріміз ең соңғы оқиғасы оның жаңағы құрмашты өлтірумен аяқталуы. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабақта біз айттық қой, қасқырлардың туралы болмысымен танысамыз деп. Мен қасқырлар туралы сендерге қосымша ақпарат беру үшін бүгін сабағымызға биология пәні мен тарихтан мұғалімдер келіп отыр. Мен биология пәні мұғалімге сөз беріп келеді, мұқият тыңдаймыз, иә балалар? Бала биологиялық тұрғыдан алатын болсақ, отряд жыртқыштар, кіші отряд ол бізде иттәрізділер, тұқымдас төбеттер, бізге не жатады екен? Қасқыр жатады екен. Биологиялық тұрғыдан алса, қасқырдың 42 тісі болады екен, 4 азу тісі, асты мен үстінде екеуден ұзын 5 сантиметрлік тістері болады екен. Қасқырдың қаруы тіс, ол өз қаруын не істейді екен? Қорегінің ол өз қаруын азуының күштілігімен не істейді екен? Табады екен. Оның сонда қаруы бізде тісі болған екен. Қасқырдың тісі тік болмайды, айқасып қалады. Тым қатты ашыққанда аузын ашып жүреді, өйткені жағы қарсып қалады екен балалар. Медициналық тұрғыда қасқырдың ішігін 1-2 сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді екен. Терісін аяқ киімге ұлтара қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суық өтпейді екен. Қасқырдың өтін халық медицинасына емдік қасиет үшін пайдаланады екен балалар. Рахмет. Міне бұл қасқыр туралы медициналық биологиялық ақпарат. Енді тарих мұғаліміне сөз берсек, Құдайберген мұғалім сізге тарихта қандай қасқырға байланысты деректер бар екен, соны айтып берсін. Жалпы біздер түркі халықтар үшін қасқыр көк бөрі дейміз, не болмаса жаңағындай осы ашқынға деп атаймыз. Яғни бұл ұғымдар нені білдіреді? Ол түркі жұрты үшін бұл бір адалдықтың, қайсарлықтың, шындықтың бір идеал образдар ретінде көрсетеді. Оны біз қайдан білеміз? Мысалы Қытай деректерінде жаңағындай ғұндарға шабуыл жасап, жаулары ол жаулардың барлығын қырып, ол кезде 10 жасар бала қалып, сол баланы қасқыр жаңағындай алып кетіп таудың басында асырайды екен. Сол баладан жаңағындай ұрпақ тарап, сол ашина деп аталып, сол ашинаны қасқыр деген мағына беріп, сол қасқырды олар не істейді екен, жаңағындай құрмет тұтып, әрі қарай осы біз тотем деген ұғым шығады осыдан, тотем деген жаңағындай қасқырды өзінің әрі қақта баласы ретінде, яғни және де оны солай санап, ол тек қана біздің халықтарда ғана емес, жаңағындай өзбек халқы, қырғыз, қарақалпақ, не болмаса жаңағындай үндіс халықтарында да бұл не
жаңағыдай қасиет саналған. Оларда да мысалы бізде қасқыр болса, оларда да басқа жыртқыштарда не болуы мүмкін, үлгі ретінде болуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы түрік халықтарын білеміз, өздерінің жауға шыққан кезде қасқырдың бейнесін басын алтын жіптермен орап, сонда жаңағыдай көтеріп ту ретінде көтерген. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни қасқырды қасиет тұтқандарын, және де қасқырды сол құрметтегені жаңағыдай өзінің жаңағыдай жеке қасиеттері үшін. Не үшін? Жаңағыдай біз айтамыз ғой, қасқыр дегеніміз циркта өнер көрсетпейді. Оны жаңағыдай ондай нәрсеге тәттімен алдырып жаңағыдай көрсеткізуге мүмкін емес дейді. Өйткені қасқырдың өзінің бір жеке болмысы, жеке бір несі бар, қасиеті, қайсарлығы бар. Жақсы, көп рахмет. Рахмет, Құдайберген мұғалім. Енді сабағымызды ары қарай моралды деректермен жалғастырамыз. Бүгін мен сендерге сабаққа осындай моралды деректер алып келдім. Бұл да қасқырлар туралы, яғни қасқырлардың қандай ерекшеліктері, қандай қасиеттері бар екен. Қасқыр күшті, азулы, жыртқыш, ақылмен айласы түлкіден асып түсетін жануар. Терісін тірідей сойып алсаң да қыңсылап шығармайды. Ірі ересек қасқырдың салмағы мекен ететін жерге байланысты 50-80 килограмм аралығында болады. Қасқыр бір жегенде 10 килограммға дейін ет жейді. Және ауа райы жылы болса, қасқыр орман ішінде 9 километр, жазық далада 16 километр қашықтықтағы дыбысты ести алады. Яғни есту қабілетінің өте жақсылығы. Тірі жануардың иісін 1,5 шақырымнан анық сезеді. Және қасқыр 200 миллионға тарта иісті ажырата алады екен. Бөлтірігіне тиіскен жерден өш алмай қоймайды. Бөлтірігін туарда апаның судан қашық қылмайды. 2-3 шақырымдай жерден ғана қазады. Және күш кезінен асырасаңда құйрығын бұлғандарды еркелемейді. Енді балалар, осы деректерді біз қасқырдың мынандай қасиеттеріне сәйкестендірейік. Алдымызда деректер берілген, ол қасқырдың қайсар, жыртқыш, кекшін, қатал мейілдердің қайсына жатады. Бірінші, кім оқиын дейді? Інжу оқи ғой, біріншісін судан тиіскен жер өшімден қылмайды, бөлтірген туарда апаның судан қашық қылмайды. 2 шақырымдай жерден қазады. Бұл қасқырдың қандай қасиеті? Кекшін қасиеті екен, өте жақсы. Келесі, Расим. Терісін тірідей сойып алсаң да қаңсылап дыбыс шығармайды. Қасқырдың қайсарлығына жат келсеңіз ба балалар? Жақсы, әрі қарай іңкәр. Құйрығын болғанда белгілемейді. Құйрығын болғанда еркелемейді қасқыр. Ол қандай? Қатал, келсеңіз ба? Әрі қарай соңғысы енді бізге қалды. Олар бір жегенде 10 килограмм ет жей алады. Олар жыртқыштығы, яғни осындай қасиеттеріне сәйкес келуге болады. Енді бүгінгі біздің өтіп жатқан шығармамыз бойынша көксерек. Көксеректің бойынан осы қаталдықты көре алдық па? Көксеректің бойынан осы қайсарлықты көре алдық па? Стикерге жазып шығармадан аламыз. Кәне үзінділерді кекшілдігіне, келесі топ қайсарлығына, қайсарлығын қалай байқап стикерге жазып тұрамыз. Сіздер қашалдығына. Шығармадан үзінділер кетіреміз. Қандай қаталықтан көксерек? Қанша неге шабуыл жасады, кімдерге, адамдарға да шабуыл жасады, малдарға да қанша мал жеді, соның барлығын жазып стикерге жылдан жапсырады. Ал қайта бірінші бастап істересіз. Бастай берейін, мына жақтан. Сендерге берілгені қайсардың жыртқыштығы, көксеректің жыртқыштығы. Айған тұра қой орнынан, тақтаға тұрай қой. Талғаныз тыңдаймыз. Бізге қара, айған. Оның көптеген ауылдардан ұстап алған малдарын жеп кеткені, оның жыртқыш аңдарын көрсеткені, көксерек қара ала төбетке шабуыл жасағаны, өзінен басқа есін талап жатқаны, оның есебін 2 күні бір мәрімді тамақ жемесе қанағат қылмайтыны, қасқыр бір күні 2 қой жеді. Яғни бірнеше ауылдың малын қырып кетуге дейін барды, бұл қасқыр көксеректің қандай қасиетін көрсетеді, жыртқыштың қасиетін көрсетеді. Келесі топ. Ал айтамыз, кәне кім оқиды? Жылдан. Сендерге берілгені кекшілдігі. Ал көксерек қандай кекшілік көрсете алды ма? Өзінің
күштükтерін өлтірген адамдардан кек алады. Кек алады, жақсы. Өлтір кезінен маза бермеген қаралар төбеттен кек алып адам өлтіреді. Жақсы. Адамдардан кек алады. Адамдардан да өшін осылайдан алады екен. Өте жақсы бала. Келесі топ. Айта беріңдер. Тоқтар, сендердің топтарды айта берсін. Сендерге қайға сендіргенде? Қаталдығы дейді. Ал көксерек қандай қаталдық көрсетті? Тыңдаймыз. Сирек жерде қыңсап жатса алады. Оны иттер ұрғанда ол ішіне білдірмей тек езуіне жатады. Алдына қойып қойған асты әлі күнге қасында кісі қарап тұрса тамақ ішпейді. Тамаққа шақырса теріс бұрылып қарамай жатады. Көксеректің құрмашты өлтіреді. Қаталдығы суықтығы дейді. Келсеңіз олар жақсы. Яғни ауыл иттері талап жатса да қыңқ етіп бірде-бір дыбыс шығармайды, сондай бір қаталдығы бар екен. Ары қарай кеттік. Көксеректер өздері езуін қарап жатады. Көксерек ауыл итінен көресіні көреді. Сонда да ешқандай қыңқ деген дауыс шығармайды. Бұл көксеректің қандай қасиеті? Қайсарлығы, яғни шыдамдылығы, намысшылдығы, қасқырдың қайсарлығы. Жақсы балалар. Олай болса ары қарай кеттік, сабағымызды жалғастырайық. Біз білеміз, көксерек адамдар арасына қалай тап болды. Оны адамдар арасына қалай тап болды. Оны құрмашқа қасқырларды өлтіріп тастап көксеректі алды. Көксеректі ғана қалдырып, оны құрмашқа сыйлайды. Жақсы, енді адамдар арасында көксерек қалай өсті? Осы сұраққа жауап берейікші. Адамдар арасында көксерек қалай өсті? Айған. 2 мезгілден тамақ жеді. 2 мезгіл тамақ жеді дейді, жақсы. Інжу. Қарны ашса, ол үйдегі тамақтарды ұрлап жейтін дейді, жақсы. Аш болмайтын, не айтыр, Нұрасем? Құрмаштың астына Құрмаштың жанында жататын, жақсы. Адамдар иттерден оны жақтырмайды. Оны бағанағы жақтырмайтын дейді. Бұл жібек жылы жерде жақсы болды. Яғни үйде құрмаштың қасында. Бұл адамдар арасындағы көксерек. Көксерек түзге қашып кеткенде, оның жағдайы қандай болды? Түздегі көксерек. Өз тамағын өз тауып керек болды түзде. Тағы басқа қатыспаған оқушылар кән айтады. Көп ашықты, дұрыс айтады. Ашыққан кездері болды ма бала көксерек? Болды, тағы да. Тоңып жүрді, дұрыс айтады. Аязда прям аязының мұрнын шымшылатып деген жерлер бар, табанын сызып деген жақсы тағы да. Қандай сәттер болды? Түздегі көксерек. Өзінің серіктерін тапты, дұрыс айтады, тағы да. Ол түзге неше рет қашып кетті? 3 рет. Ең алғаш қашып келгенде қандай болып келді? Тағы? Енді ашыққан болғанда қандай болды ол? Айта бер Нұрасем. Жолда жүрген көздері жасылданып. Көздері жасылданып келді, жақсы. Яғни ауыл адамдары анау түзден оралған көксеректің сол кейпін, көздері жасылданған кейпін көрген кезде не деді құрмашқа? Оны алу керек. Оны ату керек. Және алу керек деді. Ол тұқымын сезді. Бір кеткенде ол өзінің даладан түзден тұқымын сезді деді. Бұны енді ату керек деп айтады. Жақсы балалар. Енді осы көксеректің құрмашқа қарағанда неге өзінің үйірлестерімен, бауырластарымен тез бауырласып кетеді? Ақ қасқырмен неге тез бауырласады? Қасқыр қалай ойлайсыңдар көксерек? Інжу. Өйткені қасқыр ешқашан өзінен бөлек тіршілігіне бауыр баспайды. Ол тек өз үйірінің немесе өзінің қандастарымен ғана яғни қандасы болғандықтан тез бауырласады. Ары қарай көксеректің әрекетін ақтауға бола ма? Түзге қашып кетті, кейін құрмашқа шабуыл жасады, әрекетін ақтауға бола ма? Қасқырға негізінде ол жыртқыш жануар, оған бостандық керек. Кішкентай кезінде, былтыр кезінде ол білінбейді, бірақ өсе келе оған бостандық қатты керек болады, сондықтан ол қашып кетеді. Яғни бұл жерде тәрбие жеңді ма, әлде табиғат жеңді? Табиғат жеңді кетті. Қасқырды қанша тәрбиелесе де, ол не істеді? Бәрібір өзінің үйірін алып кетті. Жақсы, енді біз білеміз, оқиға құрмаштың өлімімен аяқталды. Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Қазір біз кішкене ғана осы сұрақты талқылап кетейік. Мен қазір өзім сот төрағасы боламын. Сотты ашып деп жариялаймыз. Содан кейін бізде қаралаушылар болады. Басымызға киіп аламыз қаралаушылар. Кезек-кезек киеміз. Егер бірнеше адам сөйлейтін болса, кезек-кезек киіп отырамыз. Бізде прокурор болады. Келесі бізде кім қалды? Ақтаушылар
Айыптаушылар, иә? Айыптаушылар. Ал кеттік. Мен қазір сот жүйесін балалар. Маған назар аударамыз. Көксеректің Құрмаштың өліміне қатысты көксеректі кінәлау сот процесін бастаймыз. Ең алғашқы сөзді мен қаралаушыларға берем келеді. Сіздер көксеректі неге кінәлі деп санайсыздар? Айта беріңіз. Көксерек кінәлі ма сіздердің ойыңызша? Кінәлі, иә? Неге кінәлі деп санайсыздар? Өйткені Құрмаш көксерек үшін бәрін істеді. Әдесіне бөлек жатып. Бөлек шығып кетті, дұрыс айтасың. Көксерек тамақтандырды. Яғни көксеректі істемеді. Құрмашты істемеді. Құрмашқа сондай жауап қайтарды, иә, жақсылығына. Сол үшін кінәлі деп санайсыздар. Жақсылығына дұрыс айтады. Арқадан дәрежеде бұны өлтіріп терісін алу керек десе де олармен керісінше барынша көксеректі сақтауға тырысты. Жұмаш оған көксеректі қаралау еректі қорқытқанда Жұмаш ешкімге тыңдамайды ғой. Көксеректі соттау дұрыс шешім. Көксеректі Құрмаш тыңдамады, иә? Ары қарай. Қалай ойлайсыңдар, неге ол ұштады, неге ол көксеректі жібере салмады? Себебі ол көксеректі өлгенше жақсы көрген. Көксеректің бір күні болып, бір күні жоқ болғанына қарамастан туғаннан қарсы алғаны шындық емес пе? Ауылдағы барлық малды жеп кетсе де өлген кім еді? Құрмаш қой. Сол барлық балық шағын көксерекпен өткізгені әбден анық. Яғни сіздер кінәлі деп санайсыздар, иә? Барлығын айтқан сөздеріне қосыламыз. Әкесі қой балам, мұны өлтіріп терісін алайық десе де Құрмаш көнбеді ғой. Қаншама малды жеп, оған қоймай иттерді, адамдарды жеген көксерек бұл қылмысына қалай жауап береді? Онымен қоймай, жалғыз емес әрдайым сергімен келсе де көніп қойды ғой. Соңында Құрмаш өлімі қандай ойға әкеледі? Құрмаш өлімнің алдында көксеректі танып кетті ғой. Құрмаш танып тұрғанында мына көксеректің өзінің иесі екенін түсінбегені қалай? Сөзім жоқ. Құрмаш көксеректі есейіп қасқырлана бастағанын білсе де көзін жұмды ғой. Көксерек кінәлі. Яғни сіздер көксерек кінәлі деп есептейсіздер. Бізде көксеректі ортамызда ақтаушылар бар, иә? Сіздер қалай ақтайсыздар? Бірнеше ақпарат айтты, көксерек кінәлі деп. Көксерек қасқыр. Жыртқыш, оның қанында бар. Оны ауылға еркіндігін бұзып, Құрмаштың нағашысы екі аяқтыларын жанына алып келді. Яғни адамдардың. Ауылда көксерек мейірімділік көрмеді. Адамдардан да иттерден де оны жақтырмайтын. Оны кәпір, ұры деп кемсітетін. Көксерек бөлтірік кезінде көп таяқ жейтін. Көкжалға айналғанда өзіне тиіскен иттерге қарсы шығатын. Бөлтірік кезінде де намыстанып тек езуін ыржытатын. Себебі қасқырлар ауыр, қайсар мінезді, намысшыл жануар. Оны қанша қинаса да өзгермейді. Көксерек жақсылыққа жақсылықпен жауап бере алмайды. Себебі ол тағы. Оны шығарма барысында да автор бірнеше рет еске алды. Мысалы, көксеректің дене бітімін суреттегенде зіңгітте көкшала қасқыр болды, орасан боп өсті, зорайып қапты өсті, аяқтары жоғандап жүндерінің бәрі өсті деп сипаттайды. Мұның бәрі көксеректің тәрбиеге көнетін күшік емес екенін дәлелдейді. Қанша асырасан да орманға қарап олайтын бөлтірік екенін дәлелдейді. Ол өзіне тән мінезіне тән әрекет жасайды. Ал Құрмаштың өліміне екі нақты себеп бар. Біріншісі, нағашысы көксерек өскенде көкжалға айналатын білгенмен де оны қырсық Құрмашқа сыйлады. Екіншісі, Құрмаштың мінезі қырсық, айтқанын істейді. Көксеректі жібермеді. Кішкентай кезінде білінбейді, бірақ өскенде көксерекке қатты бостандық қажет болды. Оған дәлел, көксерек қайта-қайта ауылдан қашып кете берді. Көксерек қатал суық жануар болды. Ол басқа адамдардың көзінше тамақ жей алмады. Тамаққа шақырса теріс бұрылып қарамай жататын. Көксерек жақсылыққа жақсылық қайтаруды білмейді. Себебі ол адамдардан мейірім көрмейді. Көксерек Құрмашқа тиіскен екі себеп бар. Біріншісі, ауылда аяушылық, мейірімділік көрмеді. Екіншісі, қасқыр жақсылыққа жақсылықпен жауап бере алмайды. Оның қанында ондай жоқ. Яғни оның табиғаты сондай, иә? Оны кінәлауға болмайды дейсіңдер, иә? Жақсы
ақтаушылар. Енді бізде көксерек бар ортамызда. Көксерек тобы не дейді екен? Көксеректің рөліне кіріп, өздеріңнің жаңағы немес екендеріңізді ақтауыңызды. Мен адамдар қатарында өз еркіммен келмедім. Менің көзімді аша алмай кішкентай болып жатқан кезімнен адамдар алып кетті. Мені жетім еткен құрмаштың ауылдастары. Біз үйірме жүрген жақсы көреміз. Біздің табиғатымыз сондай. Мен дала тағысы, сырттың ана қасқыр баласы көксерекпін. Менің ата-анам адамзат баласына ешқашан қиянат жасаған емес. Біздің отбасымызды ойрандап, бауырымыздан, ата-анамыздан бір-бірімізден бізді ажыратып, жетім еткен олар адамдар. Құрмаштың ауылдастары. Сондықтан мен өзімді кінәлі санамаймын. Өте жақсы. Тағы да бар ма көксерек? Біздің отбасымызды ойранда алып кетіп, мені жолықпен асыраса да маған әсер етпейді. Менің ата-анам адамзат баласына еш қиянат жасамаған. Мен қалай екі аяқтылармен дос боламын. Мен жыртқыш аң болғандықтан адамдарға бағынбаймын. Мен ит секілді адамдармен жақын дос бола алмаймын. Құрмаштың ауылдастары мен туғандарымды өлтіргеннен кейін мен құрмаштан кейінді қайтардым. Мен өзімді ешқашан кінәлі санамаймын. Көксерек тобы біз кінәлі емеспіз дейді. Енді сот үкімі қандай шешім шығарасыздар? Қандай шешім шығаруға болады деймізді? Барып тарапты тыңдадыңыздар. Көксерек қанша жерден жыртқыш болғанымен, ол өзінің есін бала күннен бірге өскен досын өлтірді. Ол жазалану керек, бірақ оның табиғатына ол жат болғанымен де қасқыр. Жазалану керек па, жазаланбау керек па? Жазалану керек деп шешім шығарасыздар ма көксеректі? Ал біз келісеміз ба сол шешіммен? Келісеміз ба? Жоқ. Көксеректі жазалану керек па? Жоқ. Себебі ол өз иесін өлтірді. Себебі оның табиғаты жыртқыш. Оны қанша адамдар асыраса да ол орманға қарап сондай материя бар, қанша асыраса ол мейірімдікті түсінбейді. Сот үкімі шешімін өзгертпей ме екен? Жазалаймыз ба көксеректі? Неге жазалаймыз? Ақтаушылар сіздерге қаншама дәлел ұсынды ғой. Оның табиғаты автордың өзі дәлелдеген. Басқа сот үкімі мүшелері не дейді ал? Ренжу ғана сондай шешімге келді ме, қалай ойлайсыздар? Айтады, жазалау керек па көксеректі? Айтыңдар. Жоқ, неге айтшы? Айтады. Ол бәрі адамдарға үйрен салмайды. Дұрыс айтады Айдар. Айдардың ойымен келісесіңдер ма? Айша. Айша айта ғой. Айтсаңшы өз ойларыңды. Иә, себебі қашасында ол жыртқыш. Ол бәрібір көнбейді, жалғас. Келісеміз ба? Оны ұрып соқсам да, ол дала жануары. Тәрбиеге көнбейді. Сонда қандай шешім шығаруға болады балар бұл жерде? Көксерек кінәлі емес, оның табиғатта болмысы. Бұл жерде кінәлі кім құрмаштың өліміне? Құрмаштың өзі қырсық болды. Құрмаштың өзі ма? Қай жерде қырсықтарды? Ауыл адамдарды айтады осыны, сойып терісін сыпыру керек. Бұл жабай жануар деп бірнеше ескертсе де құрмаш көнбеді. Ал енді ол құрмашқа дейін келді ғой ауыл адамдардың арасына. Кім кінәлі деп ойлайсыздар? Тағы басқаны сөйлемейміз ба? Нағашысы бөлтірікті өзінің ортасынан алып шығыпты, және де оның адамдардың қасына алып берді. Жақсы. Яғни құрмаштың өліміне бұл жерде кінәлі адамдардың өздері, табиғаттың заңдылығын бұзуға бола ма балалар? Болмайды. Әр жандыстың өзіндік мекен ететін орны болады. Ол сол жерде мекен етуі керек қасқыр. Жақсы балалар, әрі қарай тағы да бір қасқырлардың сендер білу керек бір қасиеті бар балалар. Ол қасқырдың адалдығы. Қандай адалдық танытылады тыңдаймыз. Киелі саналатын көкбөрікті құнына қатысты тағы бір дерек, ол оның отбасына беріктігі. Қасқыр бір ғана отбасына ие және бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан.
ауыздандыру, бөлтірігін көкжалға айналдыру, бәрі осы ата қасқырлардың құзырындағы міндет. Бөлтірігін және қартайған ата-анасын ешқашан тастамайды. Міне балалар, өзге хайуандарда жоқ осы қасиеттер келе жатқан әркез басқа жануарлардан даралап тұрады. Бұл қасқырдың отбасына деген адалдығы. Енді келесі тапсырманы бермес бұрын мен сіздерге балалар мына бір бейнероликті тамашалатқым келеді. Енді келесі тапсырма балалар. Біз қазір оқушы рөліне еніп барлық адамзатқа мейірімді болайықшы, адамдар деген тақырыпта хат жазамыз, иә? Хатымыздың мазмұны қандай болу керек? Мәтін мазмұны қысқа болу керек, ойымыз нақты ашылу керек, риторикалық сұрақтарды қолдануымыз керек, және адамзатқа қандай да бір өтінішімізді білдіруіміз керек. Яғни қасқырдың аталық қасиетпен байланысқан мағынаны ашатын бір хат болу керек, иә? Жақсылап ойламамыз, уақыт береміз сендерге, ал жұмысымызды бастаймыз. Дискрипторға қарап отырамыз, иә? Хатты кімге жазамыз дедім? Адамзат. Қандай тақырыпта? Қандай тақырып? Ең бірінші айтқанымыз деп, Кәусәрдің хатын тыңдап көрейік балалар. Қасқыр жабайы дала жануары болса да, ол өз бөлтіріктеріне, ата-анасына, туған қандастарына өте адал болады. Ал адамдар ше, адамдар өз құрсағынан шыққан баласын, туған ата-анасын жетімдер үйіне және қарттар үйіне тастап кетеді. Сонда біздің хайуаннан кем болғанымыз ба, қасқырдың осы қасиетін адамдар қолданса екен деймін, ойланайын. Хатта не жетіспейді балалар? Не жетіспейді? Қаратып айту керек, иә? Жазу керек дұрыс айтады. Тағы не жетіспеді? Кәусар? Хатта ең бірінші жазбас бұрын не істейсің? Кімге жазып жатсың сен? Адамзатқа, иә? Сәлемдесеңіз, хат иесінің аты жөні болу керек, иә? Кімнен екен ол хаттың? Жасы. Екінші бізде аяқтады кім? Іңкар, иә? Оқи өздеріңізге жақсы болады. Балаларына ерекше қараған ата-ана ең бақытты болады. Сіздерге солар бақытты болғаныңыз келеді ғой, иә? Кейбір адамдар балаларына суық және мейірімсіз қарайды. Оларға қарағанда қасқыр жануары бөлтіріктеріне мейіріммен қарайды. Ол тек балаларға ғана емес, бәрі туғандарына мейіріммен қарау керек. Жақсы. Хат иесі кім? Хат иесі кім? Жақсы. Айғаным. Тыңдаймыз. Оқып отырған адамға сәлем жолдаймын. Сізбен біз білетін қасқырлар жыртқыш жандардың қатарына жатқанымен, оның ішкі жан дүниесі мен сезімі түйсігі адамдардан да артық болатынына бүгінгі сабақта көз жеткізгендей болдым. Бейнероликті тамашалай отырып, ойымды бір сұрақ мазалады. Қасқыр туралы әңгіме өрбісе, оны қатыгездіктің, жауыздықтың бейнесінде қабылдайтынбыз. Ал сол қатыгез қасқыр екеш, қасқыр да баласын барын салып қорғайды ғой екен. Адамдар ше, адамдар бауыр еті баласын неге солай қорғамайды? Адамдар ойланайық. Хат иесі? Абыш Айғаным. Жақсы, өте жақсы. Кәусар? Бізге қарамайды. Көпшілікке қарамайды. Сәлемдесем адамдар. Адамдар достыққа адал болайық, жақсылыққа жақсылықпен жауап бере білейік. Қанша жерден адамды жақтырмасақ та оны бөлмейік. Адамды адам ғана түсінеді. Кез келген затқа мейірімділікпен жауап бере білейік. Кешірімді болайық. Жақсы. Тағы кім болды? Жібек? Сәлем барша адамзат. Мен бүгін қасқырдың өте адал ана екенін естіп таң болдым. Ол өз отбасына өте адал болады екен. Әй адамдар, сіздер қатыгез қасқырдан осыдан не шығады ма деп ойлайтын шығарсыздар.
Бірақ бұл рас екен. Бөлтірігін ешқашан тастап кетпейтін қасқырлардан сабақ алуымыз керек шығар. Адамдардың қасқырға қарағанда ақылы бар ғой. Ендеше адамзат неге осындай қатыгездікке барады? Бауыр еті баласын өзі қорғамағанда кім қорғайды? Хат иесі Болат Швед. Жақсы. Көсер. Тұрып ал бірінші, асықпай. Ал өз туған балалар үйіне беріп жатыр. Көптеген адамдар қазір тірі жандарды ұрып өлтіріп жатыр. Тіпті адамдар бір-бірін ұрып жатыр. Ал қасқырлар өз жандарына адал болады. Хат иесі алдын жаңа қосар. Адамзатқа қандай өтініш айтар едің, иә? Кәусардың хатында кішкене өтініш жетпейді адамзатқа қарата айтылған. Тағы кім болды? Осымен аяқтаймыз ғой деймін, иә? Қалған оқушыларға үлгермесеңдер хатты қазір ары қарай үйде аяқтап жазуға беремін. Иә, шынымен де бүгінгі сабақтан біздің түйгеніміз не болды? Біздің түйгеніміз қасқыр ол түз жануары, иә? Оның бойында адамзатқа да бергісіз қасиеттердің бар екенін байқадық. Енді жыртқыш санап жүрген қасқырдың өзінің отбасына келгенде мейірімді болатынын байқадық, иә? Міне бала, бұл басқа жануарлардан қасқырды осы қасиеттері даралап тұрады екен. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабағымыздың зат есімі не? Бізде көксеректің тұқымы қандай жануар? Көксерек қасқыр. Иә, көксерек қасқыр. Сын есім, көксерек қандай болды? Қасқыр қандай жануар? Қолымыз көтерді айтшы. Қатал дейді, жақсы. Тағы да кекшіл дейді, жақсы. Қандай тағы да? Жыртқыш. Қайталамайсыз. Намысшыл дейді. Тағы да. Қандай қасиетін бүгін байқадық? Қандай екен көксерек? Қайтпайды дейді. Адал дейді. Өте жақсы. Ары қарай кеттік. Бүгін сабағымыздың сан есімі неше? Осы сұрақпен байланысты не есіңізде алды? Неше дейді? Саны 9 болған. 9 болған. Көксерек шығармасында ол ерін тапқанда аты шыққан 9 қасқыр деген атқа ие болды. Көксерек 3 күнге қашып кетті. Көксерек түзге 3 күнге қашып кетті дейді. Тағы да санмен байланысты неше қанша? Ол өзінің серігімен бірге жұртымызға шыққаннан кейін оның 2 қасқыр деген ат шыққан. Ят жолы 2 қасқыр деген шықты. Жақсы. Тағы да Қасқырдың 4 азу тісі болады. 4 азу тісі болады деді, жақсы. Және қасқыр өмірінде неше рет жұқырады дедік жаңа біз? Қанша рет? Бір рет, иә, жұқырады деді. Жақсы. Келесі сабағымыздың етістігі. Не істейді қасқыр? Қасқыр не істейді? Бір ғана етістікпен өлтіреді. Тағы да жортады дейді, жақсы. Қашады дейді, ауылдан, ауыл адамдар арасында болмайды. Үйге қосылады, жақсы. Тағы не істейді қасқыр? Ұрлық жасайды, таяқ жеді. Топ басшысы болды, жақсы. Келесі, істеу, сабағымыз істеу қайда? Қасқырлардың мекені қайда болды? Қайда? Түзде, орманда, табиғатта, түзде болу керек, жақсы. Бүгінгі сабағымыздың одағы әттеңай деп не айтар еді? Әттеңай, маршты орныңыздан тұрып кәйін. Нұрмыш айтар үшкән? Әттеңай, бүгінгі сабақтың әттеңай қайда? Әттең. Әттең, Құмаш білмегендіктен көксеректің асырап алуы. Әттеңай, иә? Далаға білмегендігі немесе көнбеген. Әттең, Құмаш көнгенде ғой, иә? Жақсы. Ары қарай тағы да әттеңай. Көсір. Әттең Құмашқа нағашысы көксеректі білмегенде ол тірі болады. Әттең адамзат табиғатқа қиянат келтірмегенде ғой, иә? Әкелмегенде ғой оны. Құмаштың нағашысы. Әттең. Көксеректің өзінің ажыратпағанда ғой, өзгемен ажыратпағанда ғой. Құмаштың өліміне әкеліп соқтырмайтын еді. Жақсы, көсір. Құмаш ауыл адамдарын тыңдағанда ғой. Әттең Құмаш ауыл адамдары бірнеше рет ескертеді, бірақ тыңдамайды. Тыңдағанда ғой, иә? Барлығын соңында өкінішпен аяқталатыны өте өкінішті, иә балалар? Жақсы.
бүгінгі сабақ бойынша бітсе өздеріңді қай жерден көресіңдер? Ең жоғарысында? Жақсы. Ол шыңға дейін кіммен жеттіңдер? Кім көмектесті? Сіздердің ойларыңызша жалғыз жұмыс істеген жақсы ма екен, топпен жұмыс істеген жақсы ма? Неге, неліктен? Топпен оңай болады, және де топпен жұмыс істегенде қиындық туындамайды. Яғни бір-біріңе не істейсіңдер? Көмектесесіңдер. Шынындамыз ба? Қол көтерейікші кәдімгі шынындамыз дегенде. Жақсы. Жақсы, өте жақсы балалар. Үйде мынандай тапсырма егер.